Холодильникте bir нәрсе бар ма? Не бәле күнде шошынып оянатын. Холодильник. Еш нәрсе. Көрінер ме? Пештеші. О, пеште. Бар тамақ. Пеш жақтырып жатыр ма? О, досым, қалайсың? Ема, көзім дұрыс ашылмай отырмын. Ема, мені бірінші тұрбағансың ба не? Базанда тұрдым мен. Ема, есік ашылды. Құттақ қойшы. Құптақ қой. Кешір. Жұдырығымды қай жерге қолданатынын білмей жүрмін. Ема, брат, тамақ бар ма? Қандай? Кәне чертам. Ема, брат, басқа тамақ жоқ ма не? Жоқ басқа тамақ. Мен төртақ қана теңге алып болды. Бір жұмыс істеу керек бір нәрсе бар ғой. Жартысын ғана жине. Ема, брат. 4 теңгем бірі бірақ ақшаны шашуға жетеді. Bir теңгем қайда? Менде. Келемін 1 теңгем. Ма, брат, ал. Брат, бір жұмыс істейтін таныстарың бар ма? Жұмыс беретін бір. Мен кеше бір таяқ деппін ғой. Таяқта көріп ем, оны тез және көп ақша табасың деп. Даже Нашиктегі бай районға изи көшесің дейді. Әлі золотой бар ғой. Иә. Содан квартира аласың дейді. Ема, брат, одан квартира алатын болсақ деген бәрімізде ақша сұрайды ғой. Сразу аламайсың. Иә, енді бір жұмыс істеу керек қой енді. Үстіңде өз еңбегі болады, давай. Мен соған барып қайтайын, давай. Давай енді барып қайт. Ана тамақ-самақтарды алып келесің ғой. Ма. О, все, суды қосақ қойын. Мен кеттім. Давай, брат. Вот. Так, қандай дом еді? Салып қоямыз. 15-ші дом, 5-ші квартира. Так, надомда ма? Иә. Ашонкім, кірсен бола ма? О, кел. Сен кім? Қайсы боласың? Мен кеше звонда сіздерге айтып ба, жазып ба? Йо. Енді ана біздің қазір соседте тұрған адам танитын шығарсың. Танымайсың, қазір бірақ барасың, иә? Сол үйде бір адам сені күтіп отырады. Сол саған жұмыс береді. Сол жерге бар. Жарай. Давай. Ема. Ана сағаты үйде алатын болсақ. Досым шынымен ақша тапсырсын. Бұл сіздер ма үй алатын, жұмыс беретін? О, кел. Уағалейкум. Иә, біз жұмыс береміз сіздерге. Жұмыс береміз. Ақша тапқыңыз келе ме? Тез. Онда сіз деген қазір бұлай қыласыз. В общем, түсіндің ба? Иә. Жарайды, онда бара бер. Қостың. Ема, досым, қайдан? Тез, жүгір. Ема, досым, қашан келеді? Ема, досым, қайқа кетіп қалған уже. Ема, қашан келеді? Ема, досым, қашан келеді? Ема, досым, қорқып жүрдің ғой, давай, кек. Что там, не болды? Не деді? Қалтама қара. Қара? Үйге кір. Ешкім жоқ тұрмасын. Бір орлақ келген жоқсың бе, қорқытта мен. Қалтама қара. Алтын? Алтын, теңге. Ема, брат, кім бер? Ана, айтпаш, жұмыс істебен ғой. Секіріп кетейін ба. Қой, жаңбыр жоқ бұд. Брат, не деді шомен жұмыс? Иә? Айта бер.
Ема, брат. Бірақ бізді бір нәрсе қылып ұстап алса, бізді бәрі прикрывать етеді. Сондықтан бірақ бізді ұстап алудың проценті көп. Аха. Бірақ бізге ақша керек. Онда бастаймыз. Брат. Қазір сен айтқан заттарыңның барлығын алып келем. Күте тұр. Ол магазин астында еді, да? Бүгін что-то дым. Покупатель жоқ қой. Меніңше мынау магазин болу керек. Тук. Кірер, магазин бұл. Сәлеметсіз бе? Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Аға, сіздерде кольчужный бронялардан екеу беріңізші, 2 адамға киетін киім. 2 сет па? 2 сет беріңізші. Охо. Так, бұл 3 золотой теңге. 3 золото. Аха, кейін барлығын төлей салам. Бірге қылып. Сосын железный заттардан тағы бір сет беріңіз. Жоқ. Бір балта, бір меч. Сондайдан екеу беріңіз. 2 балта, 2 меч. Жоқ, 2-2-ден беріңіз, 2-2-ден. Біз 2 адам едік, 2 адамға керекті. 2 адам. Так, бұл саған 6 золотой теңге. 606. Онда 2-ақ меч ала салам. Ой, меч лақтыр жүріппін. Бір меч бер саламыз. Онда саған 3 золотой теңге. Сонда 6 ма барлығы? Аха, қазір. Бұлай бөлеміз. Мінеки мамыз. Вот мінеки 6. Вот. Все, 9 болды. Все, да, дұрыс та барлығы. Рахмет Нәке. Сендер андай. Жанмасай. Сендер андай емесіңдер ма? Шыныңды айт. Аға, біз осы районда ғана тұрамыз. Еще біздің магазиніміз сондай. Магазин? Магазин сондай нәрсеге арналған. Бәсе. Аға, түсініп тұрған шығарсыз да. Бізге ақша керек болды. Сол үшін біреу жұмыс істейміз дедік. Сол жұмыс. Жұмысты істеп ақша табамыз. Саған әрі әдемі ограбление істеу үшін динамит керек қой. Жарылғыш шат. Маған үшеу алатын болсам мен. Онда маған қайттан 6 берінші. Неден 6? Динамиттен. Сол жарылғыш шаттан. Вот, бұлай жағып қою керек. Бүгін скидкамен сондықтан 6. 6 ма? Вот, неке. Все. Аға, рахмет сізге. Сол. Келіп тұр. Келіп тұрам. Сау болыңыз. Тұр жаман қолбақша көтердік. Все, енді наның бәрін досыма көрсету керек. Все, досым үйде болуы керек. Все, ебой. Енді бізде миллионер. Салам алейкум, брат. Брат, заттардың бәрін алдым мінеки. Үшеуден тет барлығымызға. Что там, динамит көрдім ғой. Айтқан бізге динамит алдық. Брат бар ғой, мағанда мына магазин сондайларға арналған екен, бандиттердікі не арналған екен. Соған бар ғой, мағанда сол аға айтты да, типа, сен динамит тенте алмасаң, дұрыс ограбление жаса алмайсың деді. Онда, брат, қазір саған киімдерін берейін. Вот. Айтпақшы, екі темірден жасалған меч алдым. Брат, бүгін бастаймыз ба ограблениені? Бүгін түнде. Брат, охрана кішкене аз болады.
Ай мен нөште киім жартысын жыртып бізге қара маска жасап қойдым. Ема, брат! Нормально ма? Конечно, брат, қалай жараса ма? Yo, түрің кәдімгідей страшно болып кеткен. Давай, йо. Кейінірек бастаймыз. Брат, қазір киімдерімізді киеміз, давай ке. Біз бірге қай жерді тонаңдар деп айтқан жоқ қой, так что көріп білейік кеттік. Бірақ қаяқта тонайтынымызды. Кеттік. Адамдардың көзіне жақсы адам бақ. Паркурмен айналыса бастадым ғой. Да, аяғың кішкене ауырып тұрған жоқ па? Жоқ. Кеттік. Абайла бірақ. Бітейін ба? Қоя деп па? Ема, брат, менде способность пайда болды. Менде де бар атак. Менде мынандай бар. Давай. Менде теңге бар. Ема. Давай осын тонаймыз. Но меніңше банк емес па? Қымбат көрінбейді. Онда нан тонайық. Болмайды. Слишком богатый. Ода кірсек, пулеметпен кірсек те ұстап қалатын шығар. Яғни бірінші нандайдан бастайық па? Макдональдсдан. Макдональдс. Бірінші қытайдан бастайық та? Кейін ар жағын үлкен қылып дамытамыз. Кірген кезінде жаңбыр бастап кетеді ғой. Не? Мына жаңбырды. Кім бұл? Қош, досым, қаш, тез! Тамақ ішуге келгендей болайық қой. Давай. Свободная касса. Аша төле. Кім тамақ жегісі келеді? Бізге айта берсін. Кетіп қалған сияқты. Ема, брат, давай. Кетті ма, чотым? Жаңбыр қойғанда шығайық. Ана жерді, осы жерді тонайтын болдық. Все. Көзіңе кіріп кетеді. Көзіңе тамып кетеді. Кеттік үйге кіреміз. Қазір мен кірем, брат. Жоқ, теңге емес екен. Жарайды. Жаңбырда қойды. Келеу. Ке. Достар, біз жаңа осындай сериал аштық. Неге жаңа сериал аштым? Себебі менің бұрынғы каналымды взламай кетті. Енді оны кім взламай кеткенін білмеймін. Достар, біз содан мен ода көптеген сериалдарым бар еді. Мен сондықтан Нобидан осындай сериал аштым. Дурак. Және де біз осыны көп ұзақ болады, сериялар өте ұзақ болады, достар. Кім осыны күтеді соңына дейін, лайктарыңызды басып комментарияға жазыңдар. Мен осының екіншісін күтемін деп. Ал екіншісі дәл қазір шығады. Ограбление!